12-ші есеп өрнекті ықшамдау керек. Квадрат түбірдің астында 9а квадрат бөлімінде бұның 10 дәрежесі берілген және шарт берілген а оң сан, б теріс сан екендігі. 9-дан 3 шығады, а квадраттан а шығады оң сан болғандықтан, ал бұның 10 дәрежесінен модуль астындағы бұның 5 дәрежесі шығады. Б теріс сан дегендіктен 3а бөлу минус бұның 5 дәрежесі. Себебі теріс санның тақ дәрежесі ол теріс санның өзіне тең болады. 12-ші есептің бысы түбірасты 14-тен кем ең үлкен бүтін санды табу керек. А кем түбірасты 14-тен. Енді бүтін сан деп тұрғандықтан ең үлкен бүтін сан. Қандай саннан квадрат түбір табылатындығын қараймыз. Ол үшін екі жағында квадраттаймын. А квадрат түбірасты 14-тің квадраты, а квадрат кем 14-тен. 14-тен кем ол бізде 9, 14-тен кем. Сонда біздің a'мыз 3-ке тең болып тұр. Ең үлкен бүтін сан ол 3. 13-ші есеп өрнекті ықшамдаңыз. Ортақ бөлімге келтіріп аламыз. Ортақ бөлімі түбірасты 5 азайту түбірасты 8, түбірасты 5 қосу түбірасты 8. Түбірасты 8 бен түбірасты 5-тің орындарын ауыстырғаннан ештеңе өзгермейді. Яғни қосылғыштардың орны ауысқанмен қосындының мәні өзгермейді. Толықтауыш көбейткіштен беремін. Түбірасты 5 азайту түбірасты 8, түбірасты 5 қосу түбірасты 8. Түбірасты 5-ті түбірасты 5-ге көбейтемін 5, азайту түбірасты 5-ті түбірасты 8-ге көбейтемін түбірасты 40, азайтамын. Түбірасты 2-ні түбірасты 5-ге көбейтемін түбірасты 10, түбірасты 2-ні түбірасты 8-ге көбейтемін. Мына жердегі таңбамен минус түбірасты 16 болады. Қысқаша көбейту формуласы бойынша а минус б, а плюс б бізде а квадрат минус б квадратты береді. Түбірасты 5-тің квадраты азайту түбірасты 8-тің квадраты. 5-ті жазып қоямын. Түбірастында 40-ты 4 көбейту 10 деп жазуға болады. Азайту түбірасты 10, 16-дан түбірастынан 4 шығады. Түбірасты 5-тің квадраты 5, азайту түбірасты 8-тің квадраты 8, 5-тен 4 аламын 1, азайту түбірастынан 2 шығады, 2 түбірасты 10, азайту түбірасты 10. Минус 2 түбірасты 10, минус түбірасты 10, ол бізде 3 түбірасты 10-ды береді. 5-тен 8 алсам, минус 3. Теріс санға бөліп жіберетін болсам, 3 түбірасты 10 азайту 1 болады. 14-ші есеп бөлшектерді көбейту. Y квадрат минус 4 екі жақшаға жіктеймін. Y азайту 2, Y қосу 2, бөлімін жазып қоямын. Көбейту 3y квадратты жазамын. Y квадрат азайту 2y-тан ортақ көбейткіш y жақша сыртына шығарып жіберемін. Y азайту 2 қалады. Енді қысқартуымызға болады. Y азайту 2, Y азайту 2, Y пен Y квадраттың 2 дәрежесі, және мына жердегі Y пен түгел қысқарып кетеді. 3 пен 3 қысқарады. Y қосу 2 қалады. 15-ші есеп тізбектің алғашқы 4 мүшесі берілген. Минус 3, 4, минус 5, 6. Келесі мүшесін табу керек тізбектің. Минус 3, 4, минус 5, 6 деп тұрғандықтан келесі мүшесі минус 7 болады. Тізбектің жалпы формуласын жазайық. N қосу 1, таңбалары ауысып тұрғандықтан минус 1-дің n дәрежесі. Енді тексеріп көрейік. Бірінші мүшесі минус 1-дің 1 дәрежесі, бірге, мына жерде 2 қосамыз. n1, оған қосамын 2, тең болады 3, минус 3. Екінші мүшесі минус 1-дің квадраты, 2-ге қосамын 2, тең болады 4, минус 1-дің квадраты ол плюс 1 болып кетеді. Үшінші мүшесі минус 1-дің 3 дәрежесі, 3-ке қосамын 2-ні 5, минус 1-дің кубы минус 5-ті береді. Төртінші мүшесі минус 1-дің 4 дәрежесі, 4 қосу 2, 6, минус 1-дің жұп дәрежелері
ол плюс 1-ді береді. Сондықтан тізбектің жалпы формуласы мінекей. Енді 11-ші мүшесін табамыз. А11 тең болады. Минус 1-дің 11 дәрежесі, 11-ге 2-ні қосамын. 13 минус 13-ке тең. 11-ші мүшесі. Минус 1-дің тақ дәрежелерінің барлығы минус 1-дің өзіне тең болады. 16-ші есеп кездейсоқ таңдалған натурал сан, яғни 10-нан 29-ға дейінгі натурал сандардың ішінен таңдалған натурал санның 3-ке бөлінуінің ықтималдығын табуымыз керек. Барлығы 10-нан 29-ға дейін бізде 19 сан бар да, немесе былай да санап алуымызға болады. А1 10-ға тең, А-ин 29-ға тең. А-ин арифметикалық прогрессияны қолдана отырып, қанша сан бар екенде санап шығуларыңызға болады. 29 тең болады 10 қосу, n-1 көбейту 1, n-1 тең болады 19, n тең болады 20. 10-нан 29-ға дейінгі сандардың арасында 20 сан бар екен. Осы 20 санның ішінде 3-ке бөлінетіні қанша? Бізде 12 бар, 15 бар, 18 бар, 21 бар, 24 бар және 27 бар. Ықтималдылығын табамыз. А оқиғасы 3-ке бөлінеді болсын. Сонда 20-дан 6. Ықшамдаймыз 10-нан 3. 3-ке бөлінетін сандардың ықтималдылығы 10-нан 3, немесе 0,10-нан 3. Келесі 3-ке бөлінбейтіндерін табу үшін қарама-қарсы оқиғаны қолданамыз. 1-ден алып тастаймын 10-нан 3-ті, немесе 1-ден аламын 0,10-нан 3-ті, 0,10-нан 7-ге тең. 3-ке бөлінбейтін санның шығуының ықтималдылығы 0,10-нан 7-ге тең. 17-ші есеп шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысын табуымыз керек. 6, 3, 1,5, бірінші мүшесі, екінші, үшінші мүшесі берілген. B1 6-ға тең, B2 3-ге тең, Q-ды таба аламын. B2-ні B1-ге бөлсем, яғни 3-ті 6-ға бөлемін, 2-ден 1. Q 2-ден 1-ге тең. Шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысын табудың формуласы B1 бөлінген 1 азайту Q. Осы формула бойынша есептеймін. B1 6-ға тең, 1 азайту 2-ден 1. 1-ден 2-ден 1 алсам 2-ден 1 болады. 6-ны 2-ден 1-ге бөлсем 12 шығады. Шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысы 12-ге тең. 18-ші есеп. Бассейнді 2 құбыр 5 сағатта толтырады. Бірінші құбыр екінші құбырға қараған кезде 24 сағатқа жылдам толтырады. Яғни 24 сағатқа ертерек толтырады. Сонда бірінші құбырды x азайту 24 деп алдық толтыру уақытын, екінші құбырдың толтыру уақытын x сағат деп алдық. Бізден сұрайды, бірінші құбыр өзі толтыратын болса, бассейнді қанша сағатта толтыратындығын. Енді бірінші құбырдың жұмыс өнімділігін табамыз. 1 бөлінген x азайту 24. Екінші құбырдың жұмыс өнімділігі 1 бөлу x. Екеуінің бірігіп жасағандағы жұмыс өнімділігі 1 бөлу 5. Екеуі бірігіп жасайтын болса, жұмыс өнімділіктерін қосамыз. Сонда 1 бөлінген 5-ке тең болады. Ортақ бөлімге келтіремін. Мұнда 5x-тан беремін. Мұнда 5x азайту 24-тен беремін. Мұнда x көбейту x азайту 24-тен беремін. Мүмкін мәндер жиынын жазып кетейін. X-іміз бізде 24-ке тең болмау керек. X-іміз 0 бола алмайды. Так, 5x қосу, жақшаны ашамын. 5x азайту 24-ті 5-ке көбейтемін. 0, x ойда 120 тең болады. X квадрат минус 24x. Барлығын бір жаққа шығарамын. 5x-қа 5x қоссам 10x, мына жаққа шығардым. 34x қосу 120 тең 0. Дискриминант табамын. Дискриминант 34-тің квадраты 6 бір ойда 12, 13, 2 бір ойда 9, 16, 5. 1156 азайту 4 көбейту 120. 1156-дан 480 азайтамын. 6, 7, так, мұнда біреу кетіп қалды. 6, 676.
676 ол 24-тің квадраты болу керек. Қазір тексеріп шығайын. 26-ның квадраты болу керек. 6, 3 ойда, 12, 15, 2, 1 ойда, 4 ойдағымен 5, 6, 7. 26-ның квадраты. Енді x1 мен x2-ні табамын. 2, 34-тен аламын 26-ны. 34-тен 26 алсам 8, 4 шықты, x2 тең болады. Мына жерде біз 4-ті ала алмаймыз, себебі біздің x-іміз 24-тен үлкен болу керек. Келесі 34-ке 26-ны қосып 2-ке бөлемін. 60, 60-ты 2-ке бөлемін. 30. 30 дегеніміз бұл екінші құбыр 30 сағатта толтырады. Ал бізде бірінші құбыр одан 24 сағатқа ерте толтырады. 30-дан 24 алып тастаймын, бірінші құбыр 6 сағатта толтырады екен. 19-шы есеп, өрнекті есептеуіміз керек. Тригонометриялық өрнектерден косинус 36 градус көбейту косинус 54 градус. 9 синус 72 градус. Мен мына жерде 9 көбейту синус 2 көбейту 36 градус деп жазамын. Косинус 36 градус көбейту косинус 54 градусты 90 азайту 36 деп жазамын. 90-нан 36 алсам 54 шығады. 9 көбейту синус 2 альфаның формуласы бойынша 2 синус 36 градус көбейту косинус 36 градус. Бөлімінде косинус 36 градусты жазамын. Косинус 90 азайту 36, 90 градуста синус болып өзгереді. Синус 36 градус. 90-нан альфа алсам ол бірінші шерек. Бірінші шеректе косинустық таңбасы плюс, сондықтан мына жерде таңбамыз плюс болып қалады. Енді косинус 36 мен косинус 36, синус 36 мен синус 36-ны қысқартып жіберемін. 9-ды 2-ге көбейтемін, 18. 20-шы есеп, теңсіздіктер жүйесін шешу. Бірінші теңсіздікті шығарып аламыз. X квадрат минус 5 бөлінген x артық минус 4-тен. X квадрат минус 5 бөлу x қосу 4 артық 0-ден. Ортақ бөлімге келтіремін. X, мұнда x-тан беремін. X квадрат қосу 4x азайту 5 артық 0-ден. Бөлімі 0-ге тең болмау керек. Алымын 0-ге теңестіремін. X квадрат қосу 4x минус 5 тең 0. 0-дерін табамын. Сондықтан 0-ге теңестіріп алдық. Келесі түбірлерін табамын. X1 мен X2-ні қосқанда минус 4, көбейткенде минус 5 шығатын қандай сандар? Қандай сандарды көбейткенде 5 шығатын еді? 1 мен 5. Енді минус 4 шығады. Қосқан кезде, демек 1 мен минус 5 деген сөз. Келесі X 5-тен кіші. Енді сан өсіне саламын. Белгілеймін. Минус 5. Бұл жерде екеуі де қатаң теңсіздік, нүктелеріміз боялмайды. 0, 1 және 5. 5-тен кем сандар, минус шексіздіктен 5-ке дейін интервалдарға бөліп, бірінші теңсіздікті есептейміз. Так, мына жерден мен минус 1 алам. Минус 1-дің квадраты 1, 1-ден 5 алсам минус, немесе мына жерге де қойып көру болады. Мына жерде 1, минус 4, мына жерде теріс сан шығады. Теріс санды теріс санға бөлсек, оң сан шығады. Бізге артық аралық керек. Сонда қиылысатын жері теңсіздіктің жауабы бізде минус 5-тен 0-ге дейін және 1-ден 5-ке дейін.